Сәлем, назарда Қадырбек Алмаз. Менің есімім Қадырбек Алмаз болады. Мен жалпы осы Атырау қаласының тұрғынымын. Өзім мектеп кезінде Сатпаев мектебін оқыдым. Сосын Атырауский университет нефти и газға бакалаврға промышленная энергетика оқуға түстім де, ары қарай Ембімұнайгаз компаниясына жұмысқа кірдім. Қазіргі уақытта Ембімұнайгаз компаниясында жұмыс жасап жатырмын. Және де осы университетке, Атырауский университет нефти и газға магистранты болып келемін, оқуға түстім. Жалпы ол жоба осы жақында емес, бұрыннан бері 2025-тің басынан бері келе жатқан бір жоба болды басқа. Ол біздің проект бойынша мен ең бірінші өзімнің роботын жасап шығардым, гусеничный робот дегенді. Ол жоба мақсаты, ол идея жалпы неден кетті менде. Мен практикада болған кезде мен ауыр заттарды таситын едім. Үлкен 5-6 километрге жаяу. Сол кезде ойлайтын едім, қасымда бір робот болса, менің сол заттарды тасуға ыңғайлы болатын еді ғой. И мен осы мекемеге жұмысқа кірсем, ертең болашақта осы робот ойлап шығарамын дейтін бір цель қойып, мақсат қойдым өзіме. Сосын сол мекемеге кірдім мен Ембімұнайгаз компаниясына да, и өзіме қойған мақсатымды іске асыра бастадым. Өзімнің бірінші роботымды өзім қолдан, өзімнің детальдардан, өзім ақшама жасап шығардым. Примерно 2025-тің июль аяғында бітті ол проект. Сонымен қарадым, опыт набрался, былай істеп барадым, механика жағы бар, механизмдары бар, программасы бар, программный кодты жазу керек, темірді есептеу керек, сондай сияқты заттар болды. Сол жағына опыт жинадым. Содан кейін магистратураға түстім де, мен апайға бардым да айттым, апай, мен инвестор тапсаңыз, финансир тапсаңыз, любой зат сізге жасап беремін, мен қолымнан келеді деп, өзімнің бірінші роботымды как доказательство ретінде көрсеттім. Қуанып кетті де, сол Ақмарал Абдешевна, которая сейчас бүкіл осы екінші проектпен курировать етіп отқан, екінші қазір жасалып отқан роботпен курировать етіп отқан апай, ол бізге Flux компаниясынан инвестор финансирование тауып берді. Қазіргі уақытта Flux компаниясы Атырау қаласында жалпы бүкіл жас мамандарға және де университетке өзінің инвестор болып үлкен көмегін тигізіп жатыр да, Қазақстанда алға дамытып жатыр деп ойлаймын. Бізге финансирование дегенде керек заттарын алып берді. Осы керек деп расчет бойынша біз идея осы 3-4 ай болған шығар басталғанын, әңгіме басталғаны 3-4 ай болды да, бір ай бұрын ба, сол заттарым келді менің, керек заттарым маған берді қолыма, сол заттарды алып осы бір ай жасап келдім осы роботын, және де ол әлі аяқталған жоқ. Біздің мақсатымыз неде дегенде, біздің мақсатымыз былай болып саналады. Сізде цех база бар дейік, промышленный база бар дейік, и ода бір цехтар бар дейік, определенно. 5-6 цех болсын, 7 цех болсын. Ол екі ортада енді зат тасымалдайсыз, по-любому зат тасымалдау керексіз. Біз ол үшін либо қымбат бортовой техника аласыз, либо вилочный погрузчик алу керек болсын, либо арендаға алу керек болсын. Арендаға алмайды, ешкім бәрі сатып алады қымбатқа. И біздің мақсатымыз қазіргі уақытта бүкіл бірнеше техниканы бір техникаға жасап, оны надежный қылдырып жасау. Машина сияқты болу керек. Оның надежності сынбайтын машина сияқты болу керек. Және де қумау керек, безопасностьқа отвечать ету керек. Ол қазіргі уақытта көрсетілген робот, ол үсті жалпы многофункциональный, ол үсті алынады, разбираемый корпус, бәрі алынады да, басқа жерге қояды. Үстіне мысалы бортовая техника дейтін ба, жандар жауып тұрған, ашылады жандар, бейт-бейт жауып тұрған, соған мысалы зат қоюға болады. Үстіне мысалы кран іліп қоюға болады. Кран іледі, керек емес болса кранды алып тастаймыз, ол бүйтіп самосвал сияқты көтеріліп түсе береді. Қар болып кетсе, жерді тазалау керек болса, алдына ковш қоюға болады. Немесе вилочный погрузчик болуға болады. Алдына зат қойып салу. Бүкіл техниканы біз бір затқа енгізгіміз келеді. Жалпы ең бірінші жасалған роботтың аты бізде Argus 1 экспериментальный деп ат қойдым. Сосын қазіргі екінші жасап жатылған роботым Argus 8X8, себебі ол полный привод болып келеді. Каждый 8 дөңгелекте өзінің двигателі бар. Полный привод болып келеді. Оның ерекшелігі неде дегенде, қазіргі заманда Қытайда, Сыршада, Европада көбінесе робототехника жақсы дамып, роботтарды өзінің промыслына енгізіп жатыр деп айтуға болады. Олардан біз сатып алайын десек, қымбат.
бір адам сияқты құттай робот бар ғой билеп жүретін, ол енді 40 мың доллар ма қателеспесем сондай тұрады. Ол өте қымбат баға деп есептеймін құтақандай робот үшін. Сосын сондықтан мен ойладым да, Қазақстанда неге роботтарды өзіміз ойлап шығармасқа, себебі ол өте арзан болып келеді. Роботтар жасау көп ойлағандай қымбат емес, өте арзан және өте жеңіл. Ең бірінші мақсат бізге адамдарға, Қазақстан балдарына, жас мамандарына көрсету, что технологияларды қолдан жасауға болады. Ол оңай және арзан деген сияқты. Сосын роботтарды да тоже жасауға оңай, арзан ол болады деген сияқты көрсету керек. Дәл қазір ол дейтін бізде әлі біткен жоқ ол, себебі біз дейтін жайлап бір ай болды енді бастағанымызға, жайлап жасап жатқанымызға әлі көп дейтін улучшениялар бар. Техника безопасности дейтін зат бар. Программный кодын қолдан жазып жатырмын, оны да өзгертемін ертең. Тағы да оның кейбір жерлерін қатайту керек, кейбір жерлерін ауыстыру керек, доработкалар көп керек болады. Ол дейтін сразу жасалмайтын нәрсе емес, ол дейтін қандай ошибкалардан дамытып келіп совершенствоға келетін. Біздің ең бірінші мақсат ол надежность, ол сынып қалмау керек. Екіншіден подводить етпеу керек. Ұзақ мерзімге жұмыс жасап, сосын өзінің функцияларын полностью атқару керек. 5 жылдан кейін өзімді Ембімұнайгаз компаниясында инженер-наладчик ретінде көремін, және де вахтовый методпен жұмыс жасап жатқан, және де параллельно 2 апта демалысымда өзімнің мысалы бір робототехника бизнесімен оқыту болсын, курс ашу болсын, или университетте беру болсын, немесе де, может быть, роботтар жасап сату болсын, мысалы, манағыдай іске сатып жатса, жақсы болып көрсетсе, өзін оны рынокқа салуға болатын болса, сол жағын болсын, робототехника және өзімнің Ембімұнайгаз компаниясындағы жұмысыммен елестетемін деп ойлаймын. Қазіргі уақытта біздің жасап жатқан роботымыз экономиямен теңесіп жатыр. Біз қазір экономиямен жатыр, көптеген нәрселерге өте жақсы көрсетіп, және де осы робот аяқталғаннан кейін экономияға қалған финансированиеге біз дейтін одноместный либо квадрокоптер жасауымыз келіп тұр. Ол дейтін бізде адам отырып ұша алатын квадрокоптер деп айтуға болады, немесе дрон жасағымыз келіп тұр. Ол бізге енді насколько возможно көрсетеді ертең есептегенде финанс қанша кетеді, жете ме, жетпей ме, қиын ба, материал таба аламыз ба. Өйткені темірдің өзі де ол обычный темірден жасалмайды, ол дейтін жеңіл алюминиевый сплавтардан жасалады, жеңіл қатты материалдардан. Сол варианттарды қарастырып жатыр. Бірақ бірінші мақсатымыз қазір бірінші роботты аяқтау. Мен жалпы мотиваторым всегда жас кезімнен бері Илон Маск болып келеді. Оның қателеспесем бір жақсы сөзі бар еді. Если вы что-то действительно хотите, дейді, сіз этого добьетесь, дейді. Сіз бір зат, любой зат болсын, сіз қатты соны желать етсеңіз, және де оны істейтін болсаңыз, соған ұмтылатын болсаңыз, сізде все получится дейді. Хотя даже шанс 1 на миллион болса да, из-за того, что сізде желание бар, соның арқасында сіз ұтып кетесіз дейді. Ата жастарына менің айтарым, ол дейтін өзін тек қана осы беріп жатқан мектепте немесе университеттағы білім емес, іздену деп ойлаймын. Себебі сіз университетке үйреткен немесе сабақта үйреткен затпен алысқа ұша алмайсыз. Сіз өзіңіз ізденіп оқи беріп, дами берсеңіз, сіз дейтін басқа адамдардан қарағанда өте ерекше және керек специалист болып санаймын. Сондықтан адамдар интерес болу керек, любопытство дейді. Любопытство, оны өшірмеу керек, қозғала беру керек, қызығып сұрай беру керек, өзіне іздене беру керек. Ол көп адамда жоқ нәрсе, бірақ ол нәрсе сізде болса, онда вам повезло, и соны дорабатывать етіп, жалғастырып кеткенін қалаймын.